Сәлеметсіздер ме курс тыңдаушылары? Біз жаппай ашық онлайн курсы аясында видео дәрістер курсын жалғастырамыз. Видео дәрістер геология негіздері пәні бойынша тау-кен білім беру бағдарламасы білім алушыларына арналады. Дәріс тақырыбы экзогендік геологиялық үрдістер. Біз өткен сабағымызда экзогендік геологиялық үрдістер үгілу тақырыбына тоқталған болатынбыз. Үгілу туралы жан-жақты айттық. Енді осы бүгінгі сабағымызда желдің геологиялық әрекеті тақырыбына тоқталамыз. Дәріс жоспары: желдің геологиялық әрекеті. Ежелгі гректер жел құдіретін эол деп атаған. Сондықтан желдің геологиялық жұмысын эол әсері дейді. Ол ысқырған ауа толқынының тау жыныстарына көрсеткен күш қимылына байланысты. Содан жыныстар бұзылады, үгіледі. Тұз беттері мүжіліп, тегістеліп қашалады. Пайда болған үгінді желмен көтеріліп, бір жерден келесі жерге ауып көшеді де, жел басыла келе жер бетіне үйіледі. Эолдық әсер желдің типі мен жылдамдығына бағынышты. Ауа массасы көбінесе жердің бетін жағалай соғады. Жел күші мен қылығы ақылға сыймайды десек те болады. Бірнеше мысалдар айта кетейік. Құйын тұрғанда ол тауықтардың жүнін жұлып, жастықтың тысын көз ашып жұмғанша жұлып әкетеді. Орманды, үйлерді құлатып, көліктерді аударып кетеді. 1904 жылы Мәскеу қаласының үстінен өткен құйын бірнеше секунд арасында өзеннің 120 мың тонна суын қалқып алып, өзен түбі сәл шақ құрғап қалыпты. 1953 жылы тамыз айында Ростов қаласының үстінен өткен құйын ғасырлар бойы аман тұрған Кремльдің төбесін қиратып, маңындағы Неро көлінің 10 миллион тонна суын жұтып әкеткен. Құйын өзі сорып алған құм, шаңмен қоса барлық заттарды 10-13 метр секунд жылдамдықпен көтеріп әкетіп, оларды ондаған километр алысқа апарып тастайды. Содан соң көмбеден ашылған теңгелер, судан сорылған балықтар мен бақалар, қираған асханадан қымқырылған шұжықтар. Австралия 1989 жылғы ақпан аспаннан жерге жауып, көрген жұртты таң қалдырады. Мына суретте эолдық рельеф формаларын мысал ретінде келтірілген. Ауа ағысына шарпыған үгінділер ерте ме кеш пе әйтеуір бір мезгілде жер бетіне түсіп үйіледі. Желдің геологиялық жұмысы мынандай процестерге бөлінеді. Бірінші, тау жыныстарының бұзылып мүжілуі, дефляция мен коррозия, үгілген заттарды көтеріп әкету, көшіру. Үшінші, эолдық аккумуляция, үйіндіні үйіп шөгіндіру. Дефляция мен коррозия. Дефляция латынша үрлеу, үрлену деп, жер бетіне шыққан тау жыныстарының жел әсерінен бұзылу, үгілу, артынан үрленіп ұшу процестерін айтады. Егер ауа ағыны ылғалға немесе құм-шаңға қанық болса, оның бұзу қабілеті де басым болады. Қатты бөлшектер арқылы қажап бұзуды коррозия, латынша қазжау, қырлау, жону дейді. Дефляция әсіресе қатпалды шаттарда, құз тастардың жарықтарында, шаң тозаңды құйындар жиі өтетін шөлдердің ойпаттарында жақсы көрінеді. Бұзылу, тозу арқылы пайда болған қопсыған бұрпылдақ үгіндіні жел көтереді де ұшып әкетеді. Содан ойпаң әрі қарай тереңдей түседі. Осылайша пайда болған Каспий сыртындағы Қарақия шұңқырының тереңдігі 300 метрге жетеді де, түбі қазірде Каспий теңізінің деңгейінен төмен. Тау жыныстары жұмсақ болса, аумақты жердің топырағын бетін жел қағып кетеді. Оны жазықтық дефляция дейді. Жазықтық дефляция әсерінен кейін өзгеше микрорельеф бедерлері пайда болады. Маңғыстау маңындағы жұмсақ жыныстарды жел үгіп айдап кетеді де, олардың арасындағы қатты берік шар тәрізді конкрециялар мүжілмей сақталып қалады. Содан жазық бетінде кісі бойынан биік конкрециялық шарлар, бағаналар, саңырауқұлақтар өрген қойдай жарылып жатыр. Коррозияның да әрекеті аз емес. Жел айдаған миллиондаған құм түйіршіктері жартас бетіне соғылып, оларды тырнап, қашап, қырнап, мүжіп, мұзып бұзады, тегістейді. Берік жыныстар бетінен бағаналар, отырған құс, басынан тулығасын шешпей ұйықтап жатқан батыр, сақалы ұйысқан шал, ілмиген мыстан шөккен түйе,
бақа, жұрт келе жатқан танк, қақпа, дарбаза, қамалдар тағы басқа елестейді. Жердің осылайша қатты берік жыныстарды бөліп қақпалау жұмысын эолдық қажау, перепарировка деп атайды. Сонымен қатар тасымалдау. Жер бетіндегі ұсақ сусымал, тозаң, шаң, құмды жел үрлеп әкетеді де оны бүкіл жер бетіне тасымалдайды. Мысалы 1883 жылы Индонезиядағы Кракатау жанартауы атқылағанда оның күлі 3 жыл бойына жерді 2 рет айналып аспанда ұшып жүрген. Тасымалдау жолының ара қашықтығы үгінді түйірінің көлеміне, оның пішініне, сондай-ақ жел күшіне байланысты. Эол аккумуляциясы. Шөгінділер. Жел айдаған үгінділер алғашқы орнынан алыстаған сайын әуелі құмды, содан соң құмдақ, одан кейін тозаң түрінде жер үстіне шөгеді. Теңіз, өзен жағалауларынан құм шөгінділерін көтеріп, олар әртүрлі қырқалар түзеді. Эол шөгінділерінің түстері әртүрлі, дегенмен сарғылт сұр өңдері басым келеді. Шөгінділер үнемі қиғаш бағытта қабатталады да желдің үрлеген бағытына иінгіш не едәуір тіктеу құлайды. Шөгінділердің үйілу жылдамдығы да едәуір. Құм жиектегі кембенің палубасына 60 жылда 1,7 метр құм шөккен. Кейде бір тәулікте 3 сантиметр құм үйіледі. Шаң тозаң шөгінділерінен лес жаралады. Ол сарғылт түсті, жұмсақ, көбікше, кеуек, негізінен кварц және басқа силикатты минералдардың тозаңынан түзілген жыныс. Құрамында 5-6% кальций кіреді де ол пішіні өзгеше әртүрлі конкрециялар құрайды. Үлестерде қабаттану байқалмайды. Бұзылған шақта үлес жынысы тік жарларға бөлшектенеді. Шөлдер. Эол шөгінділері әсіресе шөлдерде көп қалың. Шөлдер бетінде 10-40 градус ендіктер арасында орналасқан, солтүстік және оңтүстік 2 белдеу құрайды. Жалпы ауданы 15-20 миллион километр квадрат. Сонымен бірге жел шөлдерде бархандар, жалғыз немесе тізбектеліп орналасқан бархандар түзеді. Тізбек жалдар түзеді. Құм үйінділері бұта, дөңбек тас секілді тосқауларын жел жағында пайда болады. Эол әрекетінің маңызы. Жел әрекеті адамзатқа әрқашанда зиян келтіреді. Оның кеселінен жерді құм басады, үй құрылыстар қирайды, құмға көміледі, көлік жолдары істен шығады. Адам қоғамы желдің жағдайсыз әсерімен күресіп келеді. Ол үшін бұта, сексеуіл егіп, құм жолын бөгейді. Оның күші мен бағытын өзгерту үшін әртүрлі қалқан, қорған орнатады. Құм бетін битуммен бекітеді. Мына жерде торлы жартастар, иордангерлер, желдің әрекетінен пайда болған жер бедері, дрейконеттер, үрлеген қуыстар. Енді біз бүгінгі сабағымызда желдің геологиялық әрекеті тақырыбына жан-жақты тоқталдық. Келесі сабағымызда теңіздердің геологиялық жұмысы туралы айтатын боламыз. Назарларыңызға рахмет.